Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз клубника шоколадты жасау процесімен айналысамыз. Ол үшін біз клубниканы жақсылап жуып алып, клубника бізде Турциядан келеді. Қазақстанның клубникасын біз қазіргі таңда жасамаймыз. Қазір бізде февраль айы ең қызу спроста болатын ай. Февраль, март деген клубниканың ең дәмді кезі, уақытысы. Поэтому клубниканы жақсылап сүртіп алғаннан кейін мына бір шпажканы тығамыз. Бұны тығып, қаденге кішкене кептіріп аламыз. Мұздатып аламыз да, потом шоколад. Міне біз барлығын болдық, уже шпажкаға салып, осыны енді осы күйінде клубникаға, шоколадқа саламыз. Шоколадты жақсылап, біз обязательно шоколадты алғанда шоколадты аламыз, белгийский шоколад. Белгийский шоколад деп аталады бұл. Осы шоколадтан жасалып жатыр. Аз қалды бұлда, аз алып келу керек болып жатыр. Оларға посыпка, мынадай посыпка жасаймыз шоколадный, завитки деп аталады. Посыпканың түрі бар, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мынадай жүрекшелер бар, ертең мысалға махаббатына сезіміне жасайтын болса, осындай жүрекшелер. Мынадай шариктер бар, бұны қара светке, классика қара светке кетеді, обычно глазурлар. Вафельная крошка деп аталады. Жесеңіздер такой дәмді. Сушеный малина. Арахис дробленый деп аталады бізде. Тоже бұл клубникада әдемі көрінеді. Таныстыра кетейін, немен айналысатынымды сіздерге. Бұл фисташковый мука деп аталады. Бұны да қоссаңыз, бұл дизайны оны әдемі болады. Жерде тоже шарик. Тоже ұзын-ұзын фантазиямызға қарай классик. Көбінше кокосовый стружка деп аталады бұны. Кокосовый стружканы біз если клубникамыз мысалға мынадай кішкентай болып жатса, мынаменен мынаның разницасы бар да. Сіздің клубникаңыз кішкентай болып жатса, ол клубниканы үлкен қылып көрсетеді, кокосовый стружка деген. Поэтому осыны көбінше пайдаланады. Орыстар да осыны пайдаланады. Сол үшін кішкене лайфхак айтып жатырмын. Бұл да осы шарик лазер. Тіске особо қатты ауыртпайды. Қаласаңыз декор ретінде раушан несін пайдалануға болады. Мынадай посыпкалар бар. Мұнда қызыл түрі, ақ түрі посыпканы. Мына бір тоже осындай кокосовый стружка сияқты, морковный деп аталады. Цвет морковный. Детскийге особо пайдаланамыз бұны. Мен негізінде вивит пайдаланамын. Көбінше вивит алуға кеңес беремін. Өйткені бұл өте жақсы. Тоқтата тұр. Мынандай фирмадан бар, Кредо деген. Ол екеуінің ақшасы бірдей, бірақ сіздер мынаны алуларыңыз керексіздер. Вивит деген, өйткені мынаның бір тамшысы, мынаның 3 тамшысы болып саналады. 3 тамшы, 5 тамшы, уже красканың дәмі шығып кетеді. Мынаны алмайсыздар, мынаны аласыздар. Түрін әсемдеуге осындай түрлері бар. Бұларың бізде кондурин деп аталады. Кондуриннің неше түрлісі бар. Өзіңіз қалағаныңызша бояйсыз. Бұны бояу үшін келесі видеода мен сіздерге көрсетем. Бұл видеода обязательно маған лайк басып, комментарий жазып,
еске жазуды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, клубника шоколад жасаймыз. Шоколадты ертіп аламыз. Жүйкемізді градусник болады осындай. Сонымен өлшейміз. 35 градус. 35 градус. 32 градусқа келген кезінде біз нені сала аламыз, красканы. Оған дейін салмаймыз. Для более эффекта 2 тамшы тастайды, өйткені қызыл болсын. Біздің клубникамыз қызыл болады. Мынадай сет болды. Көп айналдыру керек бұл красканы, кішкене көбірек айналдырсаң, қаншалықты көбірек айналдырсаң, соншалықты қызарады. Өстіп айналдырып аламыз. Шетін тазалап, лопатамызды қоямыз. Батырамыз. Батырғанда жапырақтары батып кетпеу керек. Главное бізде. Осы қазір үйістіп тұрған кезінде бетіп сілкіп жібереміз. Керек емес, шоколадтар төмен қарай түседі. Бізге өзімізге қажетін аламыз. Осылай біздің клубника шоколад жасалынады. Қарық емес заттардың бәрін түсіреміз. Бұған можем мынаны жасауға. Осылай тұрады.
왜 안 салынбады ғой?